Шошқаның бүйрегін салған алғашқы адам трансплантациядан кейін 2 айдан соң көз жұмды. Сәлем достар, сіздермен бірге News.kz арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Шошқаның генетикалық түрлендірілген бүйрегін алған алғашқы адам трансплантациядан 2 ай өткен соң қайтыс болды. Марқұмға ота жасаған аурухана оның өліміне трансплантация себеп болмағанын айтты, деп жазады Стан.kz. Ричард Слейман 62 жасында наурыз айында Массачусетс штатының госпиталінде трансплантациядан өтті. Хирургтар шошқаның бүйрегі кем дегенде 2 жыл өмір сүруге мүмкіндік беретінін айтқан еді. Массачусетс жалпы ауруханасының трансплантациялау тобы марқұмның отбасына көңіл айтты. Слейман шошқаның бүйрегін ауыстыру операциясынан өткен алғашқы тірі адам болды. Бұған дейін тәжірибе ретінде шошқа бүйрегі миы өлген реципиенттерге уақытша трансплантацияланған болатын. 2 ер адамға шошқадан жүрек трансплантациясы жасалды, бірақ екеуі де 1 ай ішінде қайтыс болды.